Сәлем баршаға. Бүгін сіздермен меренга рулетін жасаймыз. Оған бар жоғы қант ұнтағы, жүгерінің крахмалы, белок, жұмыртқаның ағы және лимон қышқылы қажет болады. Өте қол жетімді және дәмді нәзік рулет. Ең алдымен табамыз өте құрғақ және таза болу керек. Бір тамшыда су болмау керек. Табамызға жұмыртқаның ағын салып, оны миксермен көпіртіп аламыз. Кішкене ағарып көпіре бастаған соң қант ұнтағымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп салып араластырамыз. Қант ұнтағымыз міне жылжымайтындай нығыз масса болады. Сол кезде оған жүгерінің крахмалын және шамамен 1 шай қасықтай лимон қышқылын, лимонның суын немесе кішкене ғана лимон қышқылын салсақ болады. Жақсылап күрекшемен араластырамыз. Күрекшемен астынан жоғары қарай араластырамыз. Сол кезде массамыз өзінің көтеріліп тұрған қалпын жоғалтпайды. Осыны кондитерлік қалташаға салып аламыз. Негізі кондитерлік қалташаға салмаса да болады. Дегенмен кондитерлік қалташамен оңай әрі ыңғайлы болады жасау. Пергамент қағазымызды алып, пергамент қағазымыз міндетті түрде сапалы болуы қажет. Бірінші шет-шетін салып құйып шығамыз. Және листімізге шет-шетіне қатты тегізіп істемеуіміз қажет, өйткені пісіп жатқан кезде бұл қайтадан жайылады, кішкене еріңкіреп жайылады. Барлығын салып шыққан соң тегістеп аламыз. Барлық жерінің қалыңдығын бірдей етіп, тегістеп пешке 150-160 градусқа беткі қабаты қатқанша саламыз. Ол шамамен 20-25 минут. Оған дейін кремімізді дайындаймыз. Алдымен сүзбелі ірімшік, яғни творожный сырымызға қант ұнтағын салып миксерлеп аламыз. Басында кішкене қиындау болады, кейіннен осылай іртік-іртіктері кетіп миксерлеу оңай болады. Бұны не үшін бірден кілегеймен, сливкімен араластырмаймыз, өйткені қант ұнтағымен бірінші творожный сырды араластырсақ, іртік болып қалмайды креміміздің арасы. Кейіннен кілегейімізді құйып, бірге барлығын миксерлейміз. Кілегейіміз де, сүзбелі ірімшігіміз де салқын тоңазытқыштан алынған болуы керек. Кремімізді нығыз масса болғанша миксерлейміз де, оны да кондитерлік қалташаға салып қоямыз. Міне рулетіміз осындай сырты, беткі қабаты қытырлап тұруы керек, бірақ іші қытырлап пісіп кетпеу керек, өйткені ол оралмай қалады. Келесі бетін басқа пергамент қағазының үстіне аударып аламыз да, астынан қағазды алып тастаймыз. Піскен беті бізде рулеттің сырты болады. Толық суыды ма тексеріп, кремімізді ішіне құйып шығамыз. Мұқият болыңыз, крем көп болып кетпеу керек, өйткені көп болып кететін болса, жеген кезде ол кішкене шекеге тиюі мүмкін, өйткені меренгамызда өте тәтті болады. Оның іші де крем сияқты жұмсақ болады. Кез келген жеміс немесе жидекті салып шығасыз. Негізі осы пирогтың ішіне, рулеттің ішіне кешіріңіздер, құлпынай немесе малина өте күшті сәйкес келеді. Кішкене қышқыл дәм береді де, өзі өте тәтті ғой. Малина кішкене қышқылдау дәм береді. Пергамент қағазының көмегімен орап аламыз. Ораған кезде сырты қытырлап сынады. Ол норма, одан қам жемеңіз.
және сыртын қалауыңызша әрлеп алыңыз. Егер әрлегіңіз келмесе, негізі бұлай да өте әдемі пирог. Ой, мен пирог дей бердім ғой, рулет, кешірім сұраймын. Менде жидектерден тек малина болғандықтан, бұл жолы малинамен әрлеп шықтым. Астарыңыз дәмді болсын.